Барлықтарыңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Қазақша контенттің дамуына үлес қосып, менің каналымдағы видео рецепттерге лайк басып, пікір қалдыра отырыңыздар. Бүгін үйдегі бар заттардан өте қарапайым, оңай пирог жасайтын боламын. Бізге қажетті заттар 280 грамм ұн, 200 мл сүт, 200 грамм қант, 120 мл сұйық май, 2 дана жұмыртқа, 10 грамм қопсытқыш және 40-50 граммдай мейіз қажет болады. Ал енді бастайық. Ыдысымызға 2 дана жұмыртқаны салып, үстіне аз-аздан қантты сала отырып, миксермен жақсылап араластырамыз. Қантымыз аппақ болып, көпіргеннен кейін сұйық майды және сүтті құямыз. Одан кейін ұнды аз-аздан салып, алдымен ұнымыз жан-жаққа шашырамас үшін шанышқымен араластырып аламыз. Одан кейін миксермен араластырамыз. Ең соңында сода мен уксусты араластырып қостым. Каналымдағы рецепттерді жіберіп алмас үшін подписация батырмасын басып тіркелуді ұмытпаңыздар. Формамызға жабысып қалмас үшін май жағып аламыз. Одан кейін массаны құйып, бетіне мейізді сеуіп шығамыз. Алдын ала қызып тұрған духовкада 180 градуста 35-40 минуттай пісіріп аламыз. Міне өте оңай пирогымыз дайын болды. Бетіне қалауыңызша қант ұнтағын сеуіп ұсынсаңыз болады. Видео ұнаса лайк басып, маған кері байланыс білдіріп, пікір жазуды ұмытпаңыздар.